Достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Біздің Ташкенттегі қыдырысымыз аяқталды бүгін. Автовокзалға келіп тұрмыз. Мына теріс айналдырып көрсететін камерада. Ташкент автовокзалы деген сөз ғой. Собир Рахимов дейтін автовокзал ма? Иә. Сондай. Билетті кеше алып қойдық. Билетті кеше келіп алып қойдық. Осы жаққа жолымызды қарап едік неден, Тугистен. Автовокзал жақын екен, сосын келіп билетімізді алып кеттік. Қайта алып қойғанымыз жақсы болған. Месталар бітіп жатыр екен. Алдыңғы орнынан алдық, 1 мен 2-ден алдық, алдында келатқан 3 пен 4-ке отырдық қой. Бірақ қандай автобус екенін көре алмадық. Спальный жоқ. Спальныйға енді барғанда спальныйға барып көрейік деп едік. Спальный автобус жоқ деді мүлдем. Отыратын автобус деді. Сосын оны да көрейік. Соған ала салдық енді. Билеттің бағасы 8200 теңге, теңгемен. 8400 теңге. 8400 теңге, 210 мың сум. 210 мың сум, 8400 теңге. Бірдей ғой, ан жақтан 8200-ге алдық, Алматыдан бері жақтан 8400. Келатқан нормальный келдік қой, жақсы, сасатқан жоқ. Нормальный. Баратқанда да солай болсын деп тілейміз. Қазір келдік мен автовокзалға, қазір ішінен шай анау-мынауымыз ішіп аламыз. Нешеде автобус жүретін уақыты? Автобустың жүретін уақыты 6-да, біздер 5:30-да келсін деп жазып бердік. Неге билетке? Сағат 2 болды ма? Сағат 2. Сағат 2 болды, ерте келіп отыр. Біздер гостиницадан 12-де шығуға тура келді. Сол үшін шығып кеттік уақытымен 12-де. Иә, гостиница 12-де шығып. Негізі асықпай демалып жатқанға жақсы керемет жер екен, бірақ 3 күніміз аздау болды ма? Қалай болды? Неге санаторияға келу керек екен? Иә, оны енді кетіп баратқанда біліп жатық десейші. Санаторияда бағалары күніне 50 мың, 40 доллар, 50 доллар, 40 доллар дейді ғой. Мына де почти сондай кетті ғой. Иә, ондай көреміз енді келесіде бәрі сабақ болды бәрі. Жақсы. Сөйтіп үйрене береміз ғой енді. Жақсы қыдырдық, жақсы болды. Енді кәшікке барып шай не ішейік, шай пайым ішейік. Самарқанд дейді. Мына жерге жерден жүреді екен. Самарқандқа көп екен. Самарқандқа қанша ағасы? Самарқандқа қанша? 150 мың. 150 мың теңгемен 6 мың теңге. Примерно сондай, иә. 6 мың теңге. Жоғы 150 мың. Жаңа таксист бізге қойып қойған сияқты 150 мың деп. Қазір мына жердегі таксисттен сұрайық. Сұрап келсін ба? Қазір сұрап келейін мен. Өтіп басшы өт бізге бар 150 мың деп. Оларға сенім жоқ, оларға сұрау керек. Адамның да түрі бар ғой. Самарқандқа қанша екенін қазір сұраймыз. Самарқандқа қанша ағасы? Қанша Самарқандқа? Қанша теңге? Сом. Самарқандқа қанша теңге? Сом. Бейпол? Не ол бейпол дейді? Мәшіт кемшілеміз? Мәшіт кемшілеміз. Самарқандқа жүресіз бе сіз? Қанша? 2 адам? Иә? Айтшы қаншадан жүріп жатқан бағың қанша? Жұмбетеден бересіз. Жұмбетеден бересіз. Қанша сом, соны айтшы маған. Телефон өшіріңіз ау? Жоқ, мен түсірмедім посыма, керек маған. Ой, неден қорқады? Қорқады ма бірдеме ғой? О, мыналар бағасын айта алмайды ғой. Телефон өшіріңіз. Неге телефон өшірің? Түсірсек не бар? Керек қой, адамдарға айту үшін керек бұл. Қанша екен білу керек адамдар. Ташкентке келсе, Самарқандқа баратын адамдар. Жоғайға қарап, әке, жоғайға қайыр кетсе барады. Үшіне қарап барады. Самарқандта автовокзалына дейін. Автовокзал. Иә. 250 мың. 2 кісіге. 2 кісіге 250 мың нормально. Иә. Қазір білем, есептеймін қазір. Жоқ, кеше маған басқаша айтты ғой. Мен кеше келдім. Вчера я пришел, спрашивал. 50 мың деді бір адамға. 50 мың? Иә. Автобус сұрадыңыз ба? Жоқ. Автобус сұрадыңыз ба? Кеше неге онда 50 мың деді? Қасам қорам көп та. Қасам қорам көп. Не ол Қасам қорам? Жалғаншы. Жалғаншы? Жоқ, жалғаншы. 58 мың сом автобус. Көрдің ба? Бағаны әртүрлі айтады, маған жеді бір 150 мың бір адамға дейді. Ол бола ма? 50 мың дейді? 150 мың дейді біреу. Кеше айтты 50 мың дейді. Бұлар қызық, иә. Әртүрлі баға айтып тұр. Жаңа басқа адамнан сұрасам, 2 кісіге 150 мың берсең болады ма дейді. Сосын маған сөйтіп саудаласып жатыр еді. Ана жерде маған сөйлесіп тұрған таксист кісі шақырып ананы ұрсып жатыр, өйтіп айтпайды. 150 мың деп айтпа, өйтіп айтпайды. Сонда негізінде 50 мың, кеше бізге 50 мыңнан барамыз. 50 мың 2 мың теңге. Нормально, 300 километр деп жатыр, 250-300 километр. Сондай баға бұларда деген. Ол өтірік басып қалыпты да, мана бір 150 мың деді бір адамға, 2 адамға 300 мың алғысы келіп тұр.
Одан кейін екі адамға 150 мың деді. Енді әртүрлі баға айтты, сондықтан құрметті көрермендер, таксимен болсын, қайда барсаңыздар да болсын, қайда мінсеңіздер де болсын, Yol? саудаласыңыздар, бағасын сұраңыздар. Бұл жерде адамдар енді әртүрлі өтіктен қойып қалады да, өтікті негізінде айтқанды жақсы көре ме білмеймін. Сондай сияқты адамнан ақша көбірек алып қалғысы келеді, істегісі келеді. Сондай, сақ болыңыздар. Қазір біз мінетін автобус мынау екен, енді алдын ала келіп мына жердің бәрін қарап алып жатқаным ғой. Мына жерде автобустар тізіліп тұр, бәрі жаққа жүреді. Мынау жаңа Алматыға жүретін біздің кешке 6-да отыратын автобусымыз. Осы бұл жерде бар ғой. Испания автобусы бар екен, как оштен. Мынандай спальный автобус бар екен, біз білмей қалдық. Оны Абу Сахир дейтін автовокзалдан жүреді екен. Біздер Ташкент вокзалынан алғанбыз ғой билет. Ташкент вокзалынан спальный автобус жүрмейді. Абу Сахир автовокзалынан жүреді екен. Мына Ташкент вокзал. Алатын болсаңыздар, Испанияға керек болса Абу Сахиден алыңыздар. Енді разницасы қымбат емес, бір 2000 теңгедей айырмашылық болады. Ішін көрсетем. Спальный автобустың іші мінекей мынандай. Мінекей пастелдері бәрі тап-таза, бәрін дайындап қояды. Еш жоқ ішінде. Нормально. Бұған кіргенде адамдар аяқ киімін шешіп есік алдынан аяқтарына жаңағыдай не киеді, одноразовый тапочка киеді. Жердің бәрі кілем жайып тастаған. Сосын мінекей мына жерде алдыңғы орнынан да алуға болады, 1 мен 2 осы олар. Алдыңғы орнынан алсаңыздар, мінекей мына шөпірдің үсті. Терезеге қарап жатуға болады, мына жерден киноны жіберіп қойса, киноны қарап жатуға болады деген сияқты. Рахатқа неге жатып барған, иә? Біз білмей қалдық енді. Ал Испанияға алатын болсаңыздар, Абу Сахиден алыңыздар. Мына жерде отыратын да орны бар. Мен қалай кім отыратын? Бұған отыруға тағы бөлек алу керек шығар онда. Өстіп екі адамға мына асты-үстімен алып алсаңыздар болады. Жатып бар, мына екі адамдар емес пе, екі үш қойып қойды. Осылай жатып қалады, неге бір адамдықтар мынандай. Осы Испания автобус. Жақсы ғой, керемет қой. 1, 2, 3, 4 дейді. Сондай Испания. Жақсы ғой. Испаниямен демалып тынық баруға автобус новый, жап-жаңа автобустар. Ал достар, бізге сәтті сапар тілеп қойыңыздар. Бұйырса жолға шықтық. Автобусымызға отырдық, жайғастық. Нормально келе жатырмыз. 1-2 алдында мына жағы болды. Қазір 1-2 жағы болды. Кеше келген орнымыз үшін. Жақсы орында келдік. Мына автобус новыйлау да? Новыйлау, иә. Адам полный. Толды автобустың іші. Полный болды ғой. Кеше келатқанда жартысы бос болды. Иә, бүгін полный болып тұр. Бұйырса қазір жолда тағы да енді 3-4 сағат тұратын шығармыз, мана шекарадан өту үшін. Черняевка деген жерге барып тұрады. Сол жерде тағы да бір видео түсіреміз. Бұйырса Ташкентте жақсы қыдыратын жерлер, барлық жерлерді керек болса жаза кетіңіздер бізге. Әсіресе демалатын гостиницаның біздерге қатты ұнады, соның номерлерін береміз. Керек болса хабарласыңыздар. Іздеп жүрмей-ақ дайын жүр ғой. Дайын жатыр. Тексерілген, проверенный жер. Барлық жерлерді тексеріп шықтық. Именно біздің жатқан жерімізге еш жері жетпейді екен. Қасындағы бәріне барып шықтық. Жатқан жерге барыңыздар деп кеңес бере аламын. Күнде күшті болып тұр екен. Мына алдымызда терезе мына не? Жалтырап тұр екен. Жоқ, не? Темный. Иә. Қараңғы болып тұр ғой. Темный күн. Бірақ күн жарық әлі. Күн жарық, бағаны жарық. Қазір ғана қозғалдық. Қазір жатырмыз. Енді барғанша қандай жерге тоқтаймыз, тұрып отырамыз. Солай ма? Иә, біз елден қалай шықтық, елге қалай барғанша о. Бүлекеңнің алғандары. Соклейс, қырт жұрт, мына шетіндер. Мына ішіне тағы тамақ. Аштан өлетін не дейсің ғой да? Біз Өзбекстан шекарасынан өттік, бірақ Қазақстан шекарасына кірген жоқпыз дейсің. Қазақстан, мынаның арғы Қазақстан, мына жақ ар жағы Қазақстан, міне біздер бірақ Өзбекстаннан көрдік. Автобуспен кіргендерге арнайы мына жерден өткізіп автобусқа отырғызады. Анда очередьте көп тұрмау үшін. Біздер безочет өткізіп жатыр сияқты примерно, сондай сияқты. Ал достар, біздер шекарадан аман-есен өттік, бұйырса 2 сағат тұрдық, 3 сағат па, 4 сағат па, бірталай болды. Тұрдық, бәрі міне полный аман-есен. Қазір бұйырса Қазақстанның шекарасына кіріп жүріп бастады. Кәсіпет жүрдік. Ана жерде бізге түсіру мүмкіндік болмады. Жүрткізіп еді. Айта
түсірейін деп шығарып жатсақ болмайды деп сонымен түсірген жоқпыз. Şimdi bir adam қазір келетін шығар. Ары қарата өтіп кетті деймін жеу. Шекарадан жай өтіп кетті дейсің. Олай болады негізі өтіп кетуге. Біздер енді как положено айтқан несімен жүрдік. Мына жерге тұр дедім, мына жерге тұрды. О, тоқта деген жерден тоқтап, әйтеуір соққызып, мына несімен жүріп шықтық. Біртүрлі негізі. Бес адам жоқ деді ме? Біртүрлі негізі андай не екен, қорқынышты екен, итпен, немен, бәрін тексеріп қарап жүргенде. Сол бұйырса енді жетеміз, аман есен жолымыз болсын. Біздер шықтық, 4 сағат жарым болды, 6-та шықтық, сағат 10:30 болды. 4 сағат жарым уақыт өтіпті, азыр деп шыққанымызға. Станциядан Көп, иә. Қазақстан границасына келгенше 4,5 сағатта сол анықтауға жүрген шығар. Иә. Түгел отыр. Мына жерге остановкаға келіп тоқтадық, заправка істеп жатыр. Автобус жаңа мына дүкеннен мына коланы 600 теңгеге алдым мен. Ай, жарықтық қымбатшылық жерге келдік десем айтады, сатушы айтады. Өзбекстанда су арзандап қояды ғой, судың не қатысы бар түсінбей қалдым. Анда мындай қымбат жерде тоқтап айтпайды ма? 600 теңге, 360 теңге. Ташкентте жаңа остановкадегі дүкеннің өзінде 360 теңге. Кеш жарық дейін ба, түн жарық дейін ба? Түнгі сағат 1. Білмеймін қандай жерге келгенімізді, қандай облыс даже. Тараздың жері ма? Шымкент жақшы. Шымкенттен өткен сияқтымыз, иә? Иә. Шымкенттен өткен сияқтымыз, көзіміз енді ілініп баратыр еді. Түсеміз, бәріміз түсеміз дейді. Автобуста ешкім қалдырмайды. Хаммасы түседі. Хаммасы түсіңдер дейді сосын. Түстік енді амалсыз негізі тамағымыз ішіп, жайғасып енді ұйқыға, көзіміз енді ұйқыға кетіп батыр еді. Өгілген алып шыққан тамақтарын ішіп түсуге тура келді. Тамаққа тойып, тыңқиып жатыр едік. Енді асханадан ішпейсің. Асханада ішпеймін, тойып тұрмын вообще бар ғой. Анаға неден автовокзалдан лаваш алып едім, андай не, донер. Енді іші деген керемет болып шықты. Ондай донер жеген жоқпын еш жерде. Толық кәдімгі нағыздалған. Кәдімгі етпен ғой, күшті. Шашлик жеп жатқан сияқты болдым. 9 теңгеге шықты сол. Күшті екен, иә. Соктары, тамақтары негізі арзанға шығады аяқтың, Өзбекстанның. Асхана ішін түсіресің бе керек? Жоқ, керек емес. Кәдімгі асхана ғой енді. Ана дүкеннің ішін қарап едім, келең лейстен толып қойыпты ғой. Қарадың ба ішін? Келең лейстен толып қойыпты сосын. Мен су бар сосын. әжетханасы 100 теңге екен. Оның 50 теңгесіне менің өзбектің тиыны түсіп кетті қолыма. Алған жоқ. Қайтарып берді, сосын бар. Каспи перевод жасадым. Алатын шығар деп ойлап тұрсам. Болар айтпақшы, Қазақстанның жері екен ғой деп қайтадан. Сонымен солай қазір енді, общем, түн болды. Осыдан кейін мініп алып ұйықтаймыз, бұйырса түсеміз. Күшті ол ұйқым қалып қалды. Енді бізбен бірге болыңыздар. Алматыға барасын күшті видеолар түсіретін боламын деп қойайын ба? Алматыда саяхат жалғастырасың ба? Бұйырса жақсы жерлер, қандай жақсы жерлер бар, Алматыдан қараймын ғой. Келесі саяхатымызда бізбен бірге болыңыздар ал. Пока, аман болайық.